Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Мыналарды не үшін шақырғансыңдар? Өзім ғана түсе берсем болмай ма? Манчестер Сити ойыншылары соңғы FIFA-дағы өздерінің рейтингтерін болжауда. Ал жігіттер, ең әуелі тарихқа үңіліп, сендердің ең бірінші карточкаларыңды көрейік. Мінеке ең алғашқы карточка. Габриэль Жезус. Қарандар түріне. Мына жігіт сондай сымбатты екен. Оның қорғанысы шабуылдан мықты болу керек. Құдай сақтасын. 79. Менде 79. 79 бұл әзілдерің бе? Алекс қанша көрсетіңізші. Жылдамдық 88, өтірік қой мына, ода максимум 56. Сен орталық жартылай қорғаушы болсың ғой. Мен барлық жерде де ойнай берем, тіпті шабуылда да. Демек сен Габидің орнын баса аласың ғой. Солай ма? Я, әрине. Көріп тұрғандарыңдай әрқайсыларыңда карточкалар бар. Қазір сендерге сұрақ қойғанда сендер ең жоғары рейтингі бар адамның суретін көрсетесіңдер. Алекс алып тастасақ бола ма? Ең бірінші бізде пас. Оу, сен өзіңді таңдадың ғой. Неткен сенімділік. Келесі соққылары. Оу, Бернардо. Алекс Бернардоның соққылары Жезустікнен мықты деп есептейді. Қайдан тепкеніне байланысты ғой, алыстан болса әңгімем жоқ. Шыдамдылық. Бірден екеуіме? Қорғанас. Габи кімді таңдарын білмей отыр. Араларыңдағы ең жылдам ойыншы. Егер мүмкіндік болса, мен оны бұдан да төмен жерге қоятын едім. Өзіңді деме, өзімді сенің үстіңе қоямын. Ал сені мүлде лақтыра салу керек. Кім ең талғамсыз киінеді? FIFA 21-де кімнің рейтингі ең жоғары, біреуді ғана таңдау керек. Енді FIFA-да команданы досыңмен бірге құратын мүмкіндік пайда болды. Қазір әрқайсыларың өз құрамдарында атап өтесіңдер. Құрамдарына Ситидің тек 4 футболшысын алуларыңа болады. Габи, Бернардо, таңдандар. Зино сол қапталда, сен шабуылда, мен қайда ойнасам болады? Сен өзіңді таңдайсың ба? Я, біз үшеуміз командадамыз. Тағы бір ойыншы, кімді алсақ болады? Эдерсон қақпада, я. Оң қапталда Аспиликуэта, және Давид Луис, және Ливерпульдің бір ойыншысы. Фабиньоны таңдаймын. Тағы Канте бар. Виллиан, Ляказет Вингердің позициясында. 5, 4, 3. Мино, Эвертондегі, ол менің досым. Команданың аты Зинчестер. Зинчестер Сити, АПЛ-ды болашақта ұтатын команда. Менде қолымда толмаған таза карточкалар бар. Қазір сендер бұларды толтыруға көмектесесіңдер. Жезустен бастайық. Жылдамдық 86. Иә, соның әр жақ бер жағын. Соққылары 82 шығар. Егер оның шынайы физикасын жазсақ қанша жазамыз? 95 бе? Габи, шымыр денеңді көрсетші. 89. 89, вау. Және жалпы рейтинг 87. Мен сендерді жақсы көрем. Ол ең үздіктердің бірі. Бернардо, соққылар 85 болсын. Я, оның техникасы өте мықты. Пас 93. Егер дриблинг десек, ол да 93. Минимум. Жалпы рейтинг ше 89. Я, келсем. Қараңдар, неткен сүйкімді. Құдай-ау, неткен ұсқынсыз неме. Алыстан бағытталған соққылары менікінен мықты 87. Пас 90. Қорғаныс 79. 79. Жалпы рейтинг ше 81 деп жазыңыз. Окей, 81 болсын. FIFA-дағы рейтингтерге қатысты пікірлеріңізді комментарийге жаза отырыңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.